Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге баршамыздың сүйіп жейтін ең жұмсақ дәмді молочная девочканың ешқандай қымбат ингредиенттерсіз жасалу жолын көрсететін боламын. Осындай әдемі, осындай жұмсақ, тіл үйіретін тортты сіз де жасай аласыз. Барлық ингредиент төменде көрсетілген. Ендеше кірісейік. Ең алдымен таза табамызға 2 дана жұмыртқамызды салатын боламыз. Содан соң үстіне өлшеп 380 грамм сгущенкамызды құямыз. Сгущенканың качествосы өте маңызды, яғни қою, дәмді сгущенканы таңдасаңыз, сіздің тестіңізде сондай воздушный, үлпілдеген жұмсақ болып шығады. Осылайша достар, жұмыртқа мен сгущенканы миксердің көмегімен біркелкі консистенцияға келгенше араластыратын боламыз. Содан соң сәл ғана шым-шым тұзымызды салып, одан кейін ерітілген 82%, яғни нағыз сары майымызды құйып, және араластыратын боламыз. Достар, қандай да бір десертті жасаған кезде, онда міндетті түрде електен өткізгеніңіз дұрыс. Сол кезде сіздің тестіңіз пышный болып шығады. Бұл кезде електен өткізілген ұнымызға 10 грамм разрыхлителді құрғақтай араластырып алып, содан соң 2 бөліп қоспамызға салып, миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Шеткі жағындағы құрғақтарының бәрін қалақшаның көмегімен түсіріп, және араластырамыз. Консистенциясы біркелкі, түйіршіксіз болуы қажет. Мінекей достар, қоспамыз сондай әдемі, біркелкі, жылтырап, керемет болып шықты. Енді осы қоспаны пісіріп алу үшін пергамент қағазын дайындап алатын боламыз, яғни форманың көмегімен ізін қалдырып, менде 22 сантиметрлік форма. Осылайша қысып ізін қалдырып, 5 дана пергаментті алдын ала дайындап алғаныңыз дұрыс. Себебі біздің молочная девочкамыз 5 қатардан тұратын болады. Осылайша пергамент қағаздарының барлығын дайындап алғаннан кейін, барлығына бірдей көлемде етіп, қоймалжың қоспамызды салып шығатын боламыз. Және де қасықтың көмегімен барлық жеріне жеткізіп, жұқа етіп жайып дайындап аламыз. Барлық қамырды алдын ала осылайша дайындап алыңыз, себебі бұл 5 минуттың ішінде пісіп шығатын болады. Пешіңізді 180 градусқа алдын ала қыздырып алыңыз, содан кейін 5-7 минуттың ішінде әрбір қамырды осындай түске келгенше пісіріп алатын боласыз. Бұл жерде достар, тағы бір ескерте кететін жай, пергамент қағазының сапасы. Егер де пергамент қағазыңыз арзандау болатын болса, жабысып дұрыс алынбауы мүмкін. Осылайша бөліп пергаменттен алып, сәл суытып алғаныңыз дұрыс. Содан кейін формасы әдемі болу үшін тарелканың көмегімен немесе осындай ыдыстың көмегімен біркелкі формаға келтіріп алатын боламыз. Ендігі кезекте кремін дайындап аламыз. Ол үшін бар болғаны 2-ақ ингредиент керек: 33% сливки және сахарный пудра. Осы екеуін миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Бастапқыда жай жылдамдықпен, содан кейін уақыт өте келе жоғары жылдамдыққа қойып, қоюланғанша араластырамыз. Мінекей 3-4 минут өткеннен кейін біздің креміміз қоюлана бастады. Енді осы сәтте қалақшаның көмегімен жан жағындағы сұйықтау сливкаларды орта жағына жіберіп, және тағы миксердің көмегімен араластырып, барлық жерін қоюландырамыз. Сол кезде бізде ең дәмді креміміз дайын болады.
Егер де сізге кремнің қоюлығы ұнамайтын болса, тағы да қоюлану үшін осылай дайындап болғаннан кейін 15 минуттайға морозильникке немесе холодильникке салып алсаңыз, одан әрі қоюлана түседі. Содан кейін барып мінекей молочная девочка тортымызды жинай бастаймыз. Осылайша қамырыңыздың үстіне креміңізді мол етіп салып, барлық жеріне жеткізетіндей етіп жағып шығасыз. Осылайша 5 қабатын жинап шығамыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды және пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Достар, сіздерге тағы да лайфхак. Егер де сіз торттың бетін тегістейтін құралыңыз болмаса, осындай карточканың көмегімен де әдемілеп тегістеп шығуыңызға болады. Дайын тортыңызды 30 минутқа холодильникке салып алыңыз. Содан кейін әсемдеп дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Әсемдеуіңіз үшін кез келген шоколадты немесе жеміс жидектерді пайдалана берсеңіз болады. Мен банан мен конфетті пайдаландым. Осылайша сіздің ең жұмсақ, дәмді және ешқандай қымбат ингредиентсіз жасалатын молочная девочка тортыңыз дайын болады. Қараңыздаршы, кесілген кезде де сондай жұмсақ кесіледі. Бірден ауызда еріп кететіндей жұп-жұмсақ болып шыққаны көрініп тұр. Разрезінің өзі қандай әдемі болып шығады. Жақындарыңызды қуантуға кеңес беремін. Достар, видеомды соңына дейін қарағаныңызға алғыс айтамын.